общем, Тараздың түнгі көшелеріне шықтым. Андай ой келіп жатыр маған. Оказывается, Таразда бәрі арзан екен. Мысалы, мен оқырмандарым, сіздер жан-жақтан қарайсыздар ғой мені. Мысалы, Атырауда кәдімгідей былайша салыстырғанның өзінде бір бабл тидің өзін 2500-ге сондайға, мен Алматыда өз басым сондай қалам. Ал мына жақта 1000 теңгеден басталады екен, прикинь. Ну, мен жігітім айтқан кезде көп сенбейтін едім, бар ғой, қойшысың ба, шынымен арзан ба деп. Бірақ мен көзім жетіп жатыр, шынымен арзан екен Таразда, оказывается. Мықты. Таразы көшелерін көрсетемін дейді маған. Айбай, Тараздың аэропортына баратын жолдарыңыз. Не деген әдемі. Күшті екен. Мен суретке түсіріп жіберейін енді. Мен таңғалдырып жатсыңдар, Тараз. Әдемі, күшті қараңыздар. Вау. Бүгін деген 1 сағат қана тренировка негізі. Біздің Қазақстанда 2 сағат 3 сағат болады негізі. Біздің тренерлер 3 сағат кәдімгі жалғастырады. Бәрі ма жұмыс істеген кейін түсірдіп алған заттардың бәрін. Ол любой жерде сондай енді. Өте приятно негізі. Бүгін қыздар молодец. Қыздарды ілесе алмай қалдым жаңа ше. Қыздар ма? Боксерлар масқа. Мына қыздар мощный. Дыхание кәдімгідей жоқ қой жоқ. Мықты бәрі. Сол біз енді бастап алдық, әйтең. Ұрыс, ух деп қашан тоқтайды екен деп жүрміз ғой. Бір елді көру, бір том кітап оқығанмен бірдей дейді ғой. Достар, менің Салтанат тәтем тур ұйымдастырып жатыр. Турцияға бағасы бар болғаны 280 000 теңге. Оның ішіне туда обратно перелет, билеті кіреді, таңғы ас келеді, ішіндегі экскурсия, жаңа трансфер барлығы осы сумманың ішінде. Вы представляете, 280 000 теңге бар болғаны. Ал сіздер Каспи арқылы жай ғана билеттің өзін алатын болсаңыз, туда обратно 280 000 асып келеді. Сондықтан да достар, март айында бірге Турцияға кеттік. Ол турға мен өзім де барамын, бірге барып Турцияны, Стамбулды көріп, қыдырып қайтатын боламыз, достар. Астына аккаунтын қалдырып кетемін, Салтанат тәтеге жазсаңыздар болады. Сіздерге толық ақпаратты береді. Бұл ең арзан бағадағы турдан қапы қалмаңыздар. Орындар саны шектеулі, үлгеріп қалыңыздар. Ал біздің бешімақ жасап отырмыз. Сәтетте бешімақ жасап кәпсіне. Рахмет. Қашан көрсен